Құрметті Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамының клиенттері, жеке кабинеттің бета нұсқасымен жұмыс істеу үшін homeportal.kz сілтемесі бойынша өтіп, КЖК акционерлік қоғамы клиенттерінің жеке кабинеті батырмасын басу қажет. Сіздің алдыңызда авторизация парақшасы ашылады. Жеке кабинетке кіру үшін бастапқы авторизация батырмасын басу арқылы бір реттік бастапқы авторизациядан өту қажет. Бастапқы авторизациядан өту үшін келесі деректерді толтыру қажет. Дербес шоттың нөмірі, шарттың нөмірі, ЖСН, шарттың жасалған күні, оны сіз күнтізбеден таңдап немесе қолмен енгізе аласыз. Бір реттік код келетін ұялы телефон нөмірі. Барлық өрістерді толтырып, жалғастыру батырмасын басқаннан кейін сізге бір реттік SMS растау коды жіберіледі. Оны көрсетілген өріске енгізу керек. Бір реттік SMS кодты енгізіп, жалғастыру батырмасын басқаннан кейін жеке кабинетке кіру үшін құпия сөз әзірлеу парақшасы ашылады. Көрсетілген талаптарға сәйкес құпия сөз әзірлеу қажет. Құпия сөз сәйкес келген кезде бұл талаптар жасыл түспен жанады. Ал бастапқы авторизацияны аяқтау батырмасы басу үшін қол жетімді болады. Бастапқы авторизация өтілді. Дайын. Бір жолғы бастапқы авторизациядан өткеннен кейін сіз авторизация парақшасында жеке шоттың нөмірін және ЖСН енгізу және кіру батырмасын басу арқылы жеке кабинетке кіре аласыз. Сіздің алдыңызда сіздің жеке деректеріңіз қамтылған профиль парақша ашылады. Экранның сол жағында әдепкі қалыпта жасырылған навигациялық мәзір орналасқан. Мәзірді ашу үшін мәзір белгішесін немесе экранның сол жағындағы кез келген басқа белгішені басу керек. Навигациялық мәзірде келесі бөлімдер орналасқан. Профиль, жиі қойылатын сұрақтар, менің шарттарым, төлем кестесі, жиі қойылатын сұрақтар бөлімінде сіз клиенттердің жиі кездесетін сұрақтарына жауап таба аласыз. Жауаптарды қарау үшін сізді қызықтыратын сұраққа немесе қосу белгішесін басу қажет. Менің шарттарым бөлімінде қолданыстағы шарттар бойынша деректерді, соның ішінде шоттағы қаражаттың қалдығы және бар берешек туралы ақпаратты көре аласыз. Екі және одан да көп шарттар болған жағдайда шарттың тиісті нөмірі бар. Қосымша батырманы басу арқылы шарттар арасында ауысу мүмкіндігі бар. Төлемдер кестесі бөлімінде өткен және алдағы ай сайынғы төлемдер туралы ақпарат ұсынылған. Төлемдер кестесінде 3 күйі қарастырылған. Өтелді. Ай сайынғы төлем сәтті өтелді. Мерзімі өткен. Ақша белгіленген мерзімде енгізілмеген немесе енгізілген сома ай сайынғы төлемнен кем. Төлем күтілуде. Кесте бойынша алдағы төлемдер.